Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен бірге Дәметкен. Бүгін сіздерге сырный рулет рецептісімен бөліскім келіп тұр. Менің рецептім бойынша артель және асель печкісінде пісіруге болады. Менің каналыма тіркеліп кетіңіз. Сырный рулетті істеу үшін міндетті түрде твердый сыр қолдануымыз керек. Менің сырым бұл сметанковый. Сырды үлкен көзді теркадан өткіземіз. Екі жұмыртқаны жарып, манка майонез саламыз. Жақсылап араластырамыз. Шай қасық краситель қосамыз. Егер де сізде сары краситель болмаса, куркуманы қосуға болады. Біздің сырный рулетіміз пергамент қағазына жабысып қалмау үшін сапалы пергамент қағазын қолдануға кеңес беремін. Салмамызды жақсылап формаға жайып шығамыз. Бір келкі болып шығу керек. 180 градуста қызып тұрған пешке 10 минутқа қоямыз. Ал енді начинкасын дайындаймыз. Фаршты жақсылап тарелкаде ұрып аламыз. Пияз бен чеснокты теркадан өткізіп аламыз. Шымшы тұз және қара бұрыш саламыз. Сырный рулетіміз дайын болғанын білу үшін қолмен басып көреміз. Егер де сырыңыз қолға жабысып жатса, 1-2 минутқа пешке салып қойыңыз. Рулетімізді нығыстап, жақсылап ораймыз. Рулетімізді фольганың үстіне қоямыз. Рулетті әрі-бері жылжытпаңыз, өйткені ортасы босап кетуі мүмкін. Жақсылап нығыстап ораңыз. Рулетті 3 қабаттап фольгаға орау керексіз. 180 градуста қызып тұрған пешке 30 минуттай пісіреміз. Ыстықта рулеттің фольгасын шешпеңіз. Піскен соң 30 минуттан кейін фольгасын шешіп, таза пищевой пленкаға немесе фольгаға ораңыз. Рулетіміз суыған соң тоңазытқышқа 1 түнге қалдырыңыз. Мінеки сырный рулетіміз дайын. Ас болсын. Менің арнама тіркеліп лайк қойыңыз. Рахмет.